Estağfurullah billah. Kul ya eyyuhel kafirun. Allahu Teala meni bizim осы күнделікті оқып жүрген сүрелеріміз бар ғой, иә? Сол 10 сүренің ішінде Кафирун сүресі бар. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға Аллаху Теала түсірген осы бір сүре. Сол сүреде былай баян етеді. Кул я эйюхал кафирун. Ey kafirler deydi. La a'budu ma ta'budun. Сендердің табынған бұттарына, яғни өздерінің құлшылықтарына мен табынушы емеспін дейді. Сендер де менің жасаған құлшылығыма құлшылық етуші емессіңдер дейді. Сендердің діндерін өздеріне, менің дінім өзіме дейді. Білесіздер, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға Алланың тарапынан 23 жыл нәсіп етті осы ислам дінді жаю. Сол 23 жыл ішінде Алланың жолында қилы-қилы оқиғалар кездесті. Мен Алланың құлымын және елшімін дегенге бәрі сене қоймады. Алланы бәрі мойындай қоймады. Өйткені жүректері қатайып қалған. Өздерінің қолдан жасап алған құдайларына сеніп қалған. Сол кезде бір қауымдар бар. Ол кезде жер бетінің барлығы адамдардың өздерінің қолдан жасап алған құдайларына табыну сәттері өтіп жатқан оқиғалар. Міне сол кезде Аллаху Теала қауымдардың арасына өзінің елшілерін жіберіп, өзінің хақ дінін жаюға, насихаттауға пайғамбарларды жіберді. Міне ардақты да асыл пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам ол Алланың соңғы пайғамбары еді. Бұл дүниеде және ақыретке дейінгі пайғамбар болды. Міне одан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның ізінен ерген шәкірттері, сахабалардың көзін көрген табиғиндар, табиғиндардың көзін көрген атба табиғиндар, одан кейін ғұлама ғалымдар, міне солардың артынан басқан дінді ұстаған қаншама ұлағатты ұстаздарымыз осы уақытқа дейін сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам 23 жыл ішінде үйретіп кеткен Алланың бұйрықтарын әлі күнге дейін міне иншалла дәріптеп Алланың қалауымен біздер мен сіздерге насихаттап келіп жатыр. Дін ол насихатпен жайылады. Діннің ең бірінші жайылуы ол амандасу. Міне біз бір-бірімізді көрген кезде Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Қалай бауырым? Деген сөздер міне дінді жаяды. Алланың берекеті болсын саған бауырым. Яғни бұл берекет тілеумен сәлемді алады. Ва алейкум ассалам сағанда сол бір берекет нәсіп етілсін бауырым. Міне дінді жаю осы бір амандықтан басталған екен. Сондықтан да иншалла баршаларыңызға Алла Тағала үлкен нығметін нәсіп етсін. Баршаларыңыздың құлшылықтарыңыз қабыл болсын иншалла. Бұл Рамазан айы әрбір күн құлшылықтан бас үзбейтін уақыт сәттері болу керек. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұл Рамазан айын әрбір минутын босқа өткізбеуімізді біздерге бұйырған. Тіпті қараңыздаршы, адам айтады ғой, 5 арсыз бар ғой, күлкі арсыз, ұйқы арсыз, тамақ арсыз, сосын не нәрсе? Күлкі арсыз. Жақсы, осы 3 нәрсені айтайық, бесеу бәріміздің ойымызда жоқ екен. Ең айтайын деген негізгі тұсы ұйқы ғой, ұйқы арсыз дейді, негізі. Бірақ
Рамазан айында ұйықтаған ұйқының өзі кейде адамға ғибадат болады екен. Қараңыздаршы. Бұл айдың әрбір адам Алла разылығы үшін демалып алып, күш жігер алу үшін демалып алатын болса, ол да ғибадат екен. Бірақ ұйықтау керек деп Рамазанды ұйқымен өткізуге болмайды. Олай аузымызды бекітіп, кешке шейін ұйықтауға болмайды. Бірақ негізде бір тұстарын айтып жатырмын ғой. Сол ұйқының, арсыз ұйқының өзін қасиетті Рамазан айында ғибадатқа кіріп кететіндігін айтып жатыр. Адам шаршайды, кішкене тынығып алады. Міне сол бір тыныққан уақыттардың өзі Алланың құзырына барған кезде ғибадаттардың уақытына кіретін уақыт саналады. Сондықтан да иншалла бұл ай біз әрқашанда айтамыз ғой, берекелі, сөзсіз берекелі ай бұл. Өйткені бұл айды Алла Тағала берекесіз қылам десе, онда 5 парыздың ішіне кіргізбейтін еді. 5 парыздың ішіне кіргізбейтін еді. Бұл әлбетте мұсылмандардың атқаруына тиісті, балиғат жасқа келгеннен кейін өмірден өткен уақытына дейінгі мойнында атқарса мойнынан түсетін, атқармаса мойнына өзімен бірге ертеңгі күнде қараңғы қабірдің ішіне баратын амалдардан. Ол өйткені парыз амал. Ораза ол парыз, Алланың бұйрығы. Оны ешкім ұстамай-ақ қой деп ол бұйрыққа қарсы шыға алмайды. Сен ұстамай-ақ қой, баласың ғой деген сияқты ол бұйрықтан тия алмайды. Өйткені бұл адам тыйып, адам талқылайтын бұйрықтар емес. Бұл Раббымыздың берген парыз амал. Раббы парыз қылды ма, пенде сол парызды қолынан келгенге дейінгі уақытта мойнынан түсіру керек. Біз парыздарымызды ұмытпауымыз керек. Ең әуелгі парызымыз қандай еді? Аллаға иман келтіру. Ал иман келтірген адам одан кейін не қылу керек еді? Намаз оқу. Ал намаз оқыған адам не істеу керек еді? Ораза ұстаған адам не істеу керек? Қолынан келсе, қасиетті Рамазан айында Алла оған нығметін берсе, сол бір нығметтен Алланың құзырына иншалла бала шағасының ырыздығы үшін сол бір берген ырыздықтан шүкір етіп, қасиетті Рамазан айында зекет беру. Біз осы бір зекет мәселесін көп әңгімеге айналдырып жатырмыз. Бұл зекет жақсы түсініп алу керек мәселе негізі. Өйткені бұл да парыз амал. Әрине, зекет пен қажылық тек жағдайы келген мұсылмандарға ғана берілетін міндет амалдар. Оны да түсініп алуымыз керек. Егер сенің жағдайың болмаса, сол бір зекеттің мөлшері болмаса, онда бұл нәрсе сіздің мойныңызда жүк болмайды, иншалла. Өйткені ол нәрсе сізде жоқ, ал жоқ нәрсе ол жүк болмайды. Ал бар ма, ол нәрсе сұралады. Міндетті түрде сұралады. Ол нәрсені сен бір бұрышқа тығып қой, ешкім көрмейтіндей қамап қой, бәрібір Алланың құзырында Алла бергенін сұрайды сенен. Қажылық та солай ағайындар. Жағдайымыз келіп тұрса, иншалла, мынау Дубайға, Түркияға, тағы да басқа шетелдерге, әлбетте семьямен барған жақсы, семьянды қуантқан жақсы, семьямен өткен әрбір күн ол Алланың алдында сауабы тұнған амалдардан, иншалла. Бірақ қажылықты да ойлап қоюымыз керек. Ол парыз амалдардан. Сол бәленбай нәрсеге қиған ақшаларыңды қажылыққа да қия білу керек. Өйткені ол Алланың парыз амалдарынан. Міне осы 5 нәрсе иншалла бізді
жақсылыққа жетелейтін амалдардан. Осы 5 нәрсе. Қырыққа жасы келгенде пайғамбарлық жол келді, хақ сәлемі бұл деді, Аллахқа зікір қыл деді, ислам діні 5 парыз жәннатқа барар жол деді. Осы 5 парыз иншалла қолымыздан келгенше ұстана білетін болсақ, ненің жолы екен? Жақсылықтың жолы екен иншалла. Ал біздің жалқаулығымыз басым. Әр қайсымыздың жалқаулығымыз басым. Міне осы Рамазан айы сол жалқаулықты шегіндіріп, жақсылықты өзіміз үшін алға қойып, жақсы тұстарға қадам басатын күндер. Алла тағала иншалла өткен күндерімізге жақсылық нәсіп етсін. Алдағы келе жатқан, Алла бұйыртса әлі де атқаратын Рамазан айын күндеріне берекет берсін. Алла баршаларыңызға разы болған.